Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен аскөктің пайдасы туралы айтатын боламыз. Аскөк биологиялық белсенді және минералды заттардың көзі. Оның жапырақтары мен бұтағы ақуыздар, майлар, көмірсулар, дәрумендер, макро және микро элементтер ерітілген сумен жабдықталған. Аскөк денсаулыққа пайдасымен қатар артық салмақтан арылуға да көмектеседі. Сымбатты дене бітіміне жетудегі қарапайым құралдың бірі аскөк шайы. Оны дайындау өте жеңіл. Жуылған аскөк будасын алып, ұсақтап турау керек. Бұл мөлшерден 3 ас қасықты аскөкті ыдысқа салып, оған жарты литр су қайнаған құйыңыз. Бұл ыдысты отқа қойып, қайнаған соң 5 минут жай отта ұстаңыз. Дайын сусын суыған соң сүзіп алыңыз. Аскөк шайын күніне жарты стаканнан 3 рет тамақтанудың алдында ішу керек. Аскөкті ақжелкенмен бірге қолдануға болады. Ол үшін кептірілген 1 ас қасық аскөк пен 1 ас қасық ақжелкен керек. Оны шайнекке салып, қайнаған су құйыңыз. Шайдан 15 минутқа қалдырыңыз. Уақыт өткен соң қарапайым шайдың орнына осы дайындаған шайыңызды ішіңіз. Алайда күніне 1,5 литрден артық ішуге болмайды. Себебі оның қатты несебайдағыш әсері бар. Арықтауға аскөк тұқымын қалай пайдаланады? 1 ас қасық аскөк тұқымына 250 мг қайнаған су құйып, бетін 60 минутқа жауып қойыңыз. Дайын сусынды сүзіп, күніне 3 мезгіл тамақтану алдында 100 мг-нан ішу керек. Егер артериялық қысымыңыз төмен болса, бұл сусынды абайлап ішіңіз. Аскөк тұқымы қызылмия шөбімен бірге артық салмақтан арылуға жақсы көмектеседі. Бұл 2 ингредиентті балғын немесе кептірілген түрін сақтап турау керек. Ол 4-1 пропорцияда болуы қажет. Оны ыдысқа салып, үстіне 750 мг су құйыңыз. Сұйықты қайнаған соң жай отта 20 минут ұстаңыз. Қайнатпаны сүзілген және жылы күніне 3 рет тамақтанудан соң жарты стаканнан ішу керек. Бұл сусын қарныңыз тоқ секілді сезім тудырады. Айранда шектер мен иммунды жүйенің жұмысына пайдалы бифидо және лактобактериялар көп. Айран арықтауға көмектесетін керемет өнім, ал аскөкпен бірге оның пайдалы қасиеті еселенеді. Артықтан сусынға майлылық үлесі аз айранды таңдаңыз. Сусынды дайындау үшін аскөктің аз мөлшерін сақтап айранға қосыңыз. Бұл сусынға қиярды да қосуға болады. Ол кезде 3 ингредиентті блендермен араластырыңыз. Бұл сусынды жеңіл тамақ берілетін күндері қолданған жақсы. Егер айран ішкенді ұнатпасаңыз, аскөкті сүзбемен бірге жеуге болады. Сүзбе адам ағзасын қажетті ақуыз көзі. Мұндай тағамды кешке таман жесеңіз, қарныңызды тоқ етіп, ұйықтар алдында тамақ жегіңіз келмейді. Оны дайындау үшін таза аскөкті сақтап турап, сүзбеге қосыңыз. Қосымша ретінде оған көк жуа мен ақжелкен де қосуға болады.